Біз бұл органның құрылысын жатқа білу керекпіз. Жүрек 4 камерадан тұрады, оң және сол жақ 2 жүрекше, оң және сол жақтық 2 қарынша. Камералар бір-бірінен жүрекше аралық және де қарынша аралық перделер арқылы бөлінген. 4 камерасынан бөлек 4 клапаны бар. Оң жақ жүрекше мен оң жақ қарынша арасында 3 жармалы қақпақша болса, сол жақ жүрекше мен сол жақ қарынша арасында 2 жармалы немесе митральды қақпақшасы бар. Ал аорта мен сол жақ қарынша арасында аортаның жартай тәрізді қақпақшасы болса, өкпе сабауы мен оң жақ қарынша арасында өкпе сабауының жартай тәрізді қақпақшасы бар. Жүректің қан тамырларына келетін болсақ, жүректен шығатын қан тамырлар артериялар, ал жүрекке құятын тамырлар веналар. Мысалы, сол жақ қарыншадан аорта шығып, барлық денемізге қанды таратады, ал оң жақ қарыншадан өкпе сабауы шығып, қанды өкпеге тасымалдайды. Ал веналық тамырларға келетін болсақ, сол жақ жүрекшеге өкпеден оттекпен қанығып шыққан 4 өкпе венасы келіп құйса, оң жақ жүрекшеге қанды дененің төменгі бөліктерінен жинайтын төменгі қуысты вена мен қанды бас пен мойыннан және де қолдан жинайтын жоғарғы қуысты вена келіп құяды. Жыл сайын әлемде осы жүрек қан тамыр жүйесі ауруларынан 18 миллион адам қайтыс болады екен. Сондықтан